Сәлем достар, бүгін мен сіздерге фунчоза салатын жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді, керемет фунчоза салатын жасаймыз. Бізге алдымен фунчоза, болгар бұрышы, қияр, сарымсақ, кристаллик, паприка, кориандр, ащы бұрыш, уксус, туралған сиыр еті, тұз қажет болады. Алдымен ыдысымызға фунчозаны салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз және оны 15 минутқа уақытқа қарай отырып, 15 минут қана бетін жауып қоямыз. Қызып тұрған тапамызға етімізді, туралған етімізді қуырып аламыз. Мінекей етіміз қуырылып жатыр. Енді 15 минут уақыт өткен соң фунчозамызды суынан алып, мұздай суға қайта жуып аламыз. Қиярымызды өте жұқа етіп, дөңгелек етіп турап аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, осындай жұқалықта қиярымызды турап алдық. Енді үстіне тұзды сеуіп бірнеше минутқа қоямыз. Қиярдың суы шыққанша. Одан кейін болгар бұрышын ұзынша етіп турап аламыз. Фунчозамыздың үстіне тұз, қант саламыз, кішкене кристаллик саламыз, кориандр, паприка, ащы қызыл бұрыш, чесногымызды шай қасықпен 70% уксусымыздан құямыз. Болгар бұрышымызды, қиярымызды туралған. Қуырылған етті салып жақсылап араластырамыз. Әбден барлығын жақсылап араластырып, үстіне қыздырылған сұйық майды құямыз. Шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, осылай жасап қоямыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Жанар.